Армысыздар бүгін сіздермен егіз жұрттан бүгін біз арифметикалық прогрессияны үйренетін боламыз. ал ендеше сабағымызды бастаймыз. Кеттік. Арифметикалық прогрессия әрбір келесі мүшесі алдыңғы мүшесіне бірдей сан қосу арқылы шығатын тізбекті айтатын боламыз. Мысалы мына тізбекті алайық. Мысалы бізде 1, 4, 7, 10 тізбегі, бізде арасында 3 сан қосылып кетіп жатыр. Дәл солай бізде келесі сандар шыға береді. Бұл дәл солай бізде 10, келесі сан 13, 16 бұл тізбек жалғаса беретін болады. Бұл бізде қосылып жатқан санды біз айырма деп атаймыз. Айырма бізде д әрпімен белгіленетін болады. Мына тізбекте бізде айырма 3-ке тең. Ал енді жалпы мүшесінің формуласына келейік. АН тең А1 қосылған N минус 1 көбейтілген д. Біз бұл жерде кез келген осы формула арқылы біз кез келген мына тізбектің кез келген мүшесін таба алатын боламыз. Мысалы біз аның 5-ші мүшесін тауып көрейік. А1 бізде 1-ге тең, қосылған n бізде 5 азайтылған 1, айырма бізде 3-ке тең. Дәл солай бізде 1 қосылған 4 көбейтілген 3 тең, сонда бізде 13, келесі сан бізде 13 демек табылды. Дәл осылай біз кез келген мүшесін таба алатын боламыз. Ал енді алғашқы n мүшесінің қосындысын табатын формуланы өтейік. Бұл жерде бізде Sn тең болады A1 қосылған AN бөлінген 2 көбейтілген n. Бұл бізде жалпы формула. Мына формула бізде қайдан шықты? Бұл формула бізде n формуласы арқылы пайда болды. n формуласын орнына қою арқылы. A1 қосылған n минус 1 көбейтілген d. Осы теңдікті алып мына n-нің орнына қойған кезде бізде мына формула пайда болды. Енді есеп шығарайық. Біріншіден бізде A5 тең 18, A15 тең 48 айырмасын табатын болсақ, біз бұл жерде кішігірім жүйе құра аламыз. A5-ші мүшесі бізде 1 қосылған 4 бала тең. Ал A-ның 15-ші дәрежесі бізде A1 қосылған 16 бала тең. Осы жерден біз A1-ді тауып жіберетін болсам, бізде 4-ті тең A-ның 5 дәрежесі A-ның 5 дәрежесі A-ның A5 азайтылған 4-ті тең болады бізде A1-ге. A1 тең болады A-ның 15 16 аттаға A-ның 15-ші мүшесі. Ал үстіне бізде A1 тең болады A-ның 5-ші мүшесі азайтылған 4-ті. Енді екі теңестер жіберетін болсақ, A15 азайтылған 16-ды тең болады A-ның 5-ші мүшесі азайтылған 4-ті. Енді біз A15 бізде 48-ге тең, оны азайтамыз A5-ті 18 тең бізде 16-ды азайтылған 4-ті болады. Сонда бізде мына жерде азайтып жіберетін болсақ, бізде 30 тең болады 12-ді. Сонда бізде d-мыз тең болады 30 бөлінген 12-ге. Бұл бізде жауап болады. Келесі есепке өтейік. Бізде Sn формуласы бұл жерде A1 қосылған n бөлінген 2 көбейтілген n. Енді орнына қояды.
Мына жерден биз А1 табууга А1 табуу үчүн бизде n азайтылган n минус 1 көбөйтүлгөн d. Так, А1 табатын болсок, анда бизде 11 азайтылган 8 да бизде болот 3. А1 табуу эndi мына формулага коюп жиберетін болсок, А1 3 тең, косамыз жок. Бизде А үчүнчү мүчөсү бар және D айырмасы бар. Және де биз осы тизбектин 20-чы мүчөсүн табуумуз керек. Ошондо бизде А20-ны табуу керек болсок, 1 косулган 20 азайтылган 1 көбөйтүлгөн D. Анда бизде 1 косулган 19 D деген сөз. Бизде дандаа мәни бар, бизде А1дин мәни жок. Bunu табатын болсок, А1 тең А3 азайтылган n минус 1 d. Ол формулага коюп жиберетін болсок, 11 азайтылган 8 тең 3. А1 3 тең. Эndi A'нын 20-чы мүчөсүн табайык. Так, бизде А1 3 тең косулган 19 көбөйтүлгөн 4. 19 4 көбөйтүп жиберетін болсок, 76 косулган 3 тең болот, бизде 79. Бизде анын 20-чы мүчөсү 79га тең экен. Бул бизде жабап болот. Соңку эсеп чыгарайык. Бизде мындай тизбек берилген. Сандарды табуумуз керек. А1, А2, А3 мүчөлөрүн табуумуз керек. Арифметикалык прогрессияда бир эреже бар. А2 тең болот бизде А1 косулган А3 бөлүнгөн 2. Мына эки санын косун косуп 2-ге бөлүн десе, бизде ортосундагы санды беретін болады. Ал эndi x плюс 1 так. Бизде сонда 2x азайтылган 3 тең болот. X плюс 1 косулган 5x азайтылган 9 бөлүнгөн 2. Так, 2x азайтылган 3 тең болот. Мына жерде 6x азайтылган 8 бөлүнгөн 2. Мына жерде жеке 2-ге бөлүп жиберетін болсок, бизде сонда 2x азайтылган 3 тең 3x азайтылган 4. Бул жерде бизде сонда x'ler бир жака өткөзүп жиберетін болсок, x'ler мына жака, сандар мына жака өткөзөйүк. Сонда бизде 4 азайтылган 3 тең болот. 3x азайтылган 2x. Сонда биздин жабабымыз x тең болот 1-ге. Ордуна коелук. 1 плюс 1 2 көбөйтүлгөн 1 азайтылган 3 5 көбөйтүлгөн 1 азайтылган 9. 2 көбөйтсөк бизде 2 азайтылган минус 1 мына жерде азайтылган минус 4. Мында бизде бул жерде айырма минус 3 болуп тур экен. Тамыз минус 3-ке тең. Демек, биздин тизбегибиз кемейтин болот. Бүгүнкү болсо, бүгүн биз арифметикалык прогрессияга эсептер чыгарып үйрөндүк. Және де n-че мүчөсүн табуу формуласын үйрөнгөн болотубуз. Бүгүнкү болсо, келесі кездескенче сау болуңуздар.